жаңа ғана ауланып әкелінген көксерке балығының еттерін аэрогрильде дайындайын деп тұрмын. Ол үшін 1 шай қасықтан прованс шөптерін, бұрыш және тұз аламыз. 1 ас қасықтың көлемінде зығыр майы және жарты қасық зәйтүн майы. Осы қоспаны балықтарға жағып аламын. Дәмдеуіштері әбден сіңгенше 15 минутқа қалдырамын. Енді формаға сала берсек болады. Фиш дегенге алып келдім. 200 градустың көлемінде 20 минут дайындайды. Соңғы минут. Қазір көреміз. Күшті кереметіне қараңыздар. Арасынан сөлі шығып жатыр. Мына жерде копченый паприка және 1 ас қасықтың көлемінде зығыр майы. Формаға салып жіберемін. 1 қатар қылып салғанда жақсы піседі екен. Сондықтан көп салмаймыз. Potato дегенге келдім. Уақытын азайтып қойдым 15 минутқа. 6 минут қалды. Ара-тұра шығарып қозғап отырамыз. Тарелкаларды безендіре берейік. Но фермер әженің күзде дайындап кептіріп алған қызанақтары. Кешкі асымыз өте дәмді болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Қымбатты оқырман, егер де менің парақшама тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Себебі парақшам пайдалы ақпараттармен өте дәмді рецепттерге толы.